Бауыр шынымен де Вандербойды бөлшектеп тастады. Шавкаттың қолынан бәрі келеді. ММА-дегі Triple G және тағы басқа көптеген қызықты пікірлер жазылды. Аяғының жарақаты болса да, Шавкат Рахмонов 18-ші жекпе-жегінде жеңіске жетті. Чемпиондық белбеу тұрған шыңға әрбір жеңісінен кейін жақындап келеді. Ал келесі жекпе-жекке Құдай қаласа сол белбеуді киюге мүмкіндік сыйлайды деп сенеміз. Тепсе тек нокаут етіп құлатып тебетін Стивен Томпсон алғаш рет қылқаны бұтылды. Жекпе-жек сұмдық өткені рас. Бүгінгі видеода атақты UFC-дің майын тамызғандар мен қарапайым шетел халқы Шавкаттың жеңісінен кейін не деп жатқанын қарап шығайық. Әрине көбісі құттықтап, мықты екен деп мақтауда. Алайда мен солардың ішінен ең қызықты әрі ойландыратындай пікірлерді сұрыптап алдым. Маған қызық болғандай, сіздерге де қызық болады деп ойлаймын. Бұл не бар не жоқ арнасы. Әлемдік және ел ішіндегі жаңалықтарды өзімне өткізіп, сіздерге жеткізетін құралым. Қолдау ретінде лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Видео басталмай жатып, жекпе-жектің өзіне кішкене аңдатпа керек секілді. Кейбір адамдар шетелдіктердің ойын түсінбей қалуы мүмкін. Топ 10 ішінде 7-ші орында тұрған Стивен Томпсон немесе Вандербой лақап атымен танымал жауынгердің жасы 40-та. Шавкат тек осалдармен ғана жекпе-жекке шыға алады дегендерге таңым бар. Базар жоқ, жас келген соң кейбір тұстары әлсіреген шығар. Бірақ әлсіз деп айтуға мүлде келмейді. Каратеден де, джиу-джитсудан да, америкалық кикбоксингтен де қара белбеулері бар. Кикбоксингте 57 жекпе-жектен 57 рет жеңіске жеткен. Тұрып төбелестен кімге олсын қарсы төтеп бере алатын адам. Сенбесеңіздер жекпе-жектерін көрсеңіздер болады. Ал кеттік. Дәл осы жекпе-жегінен кейін біздің жерлес туралы шетел адамдар не деп жатыр? Алдымен UFC-ге тікелей қатысы бар адамдарға тоқталайық. UFC-дің бұрынғы жартылай жеңіл салмақ чемпионы Макс Холлоуэй. Шавкат қаншалықты мықты? Адам сенгісіз. UFC-дің бұрынғы ғасыр жеңіл салмақ чемпионы Аljamain Sterling. Вандербойға жанкүйер болдым. Алайда Шавкат ақылмен төбелесіп, жеңіс үшін бәрін жасады. 140 мың оқырманы бар MMA History Today атты Twitterдегі парақша. Шавкат Рахмонов орта салмақтағы нағыз бугимен. 18 жекпе-жек, 18 жеңіс, 18 нокаут. Бұл кісі жаттығу лагерінде болған соң өзінің қарындасының үйлену тойына барған жоқ. Бұл зейінділік және шешімділік деңгейі. Басқа да дивизиондағы адамдар осыған сәйкес болу керек. Түсіндірме? Бугимен деген қорқынышы деген мағынада. Чемпиондарға бапкерлік еткен атақты бапкер Хавьер Мендес былай дейді. Шавкаттың жекпе-жекке дейін жарақаты барын білдім. Сол үшін де ол аяқтарымен тепкен жоқ. Осы мәселе оның тактикасын өзгертуге бел байлады. Осы уақытқа дейін бұлай жеңіліс көрмеген Томпсонды дәл солай Шавкат жеңді. Ешкімнің қолынан келмегенді бұл жігіттің жасағаны таң қалдырады. Шавкат бұл жекпе-жекте түрегеліп төбелеспейді ау деп бір жанкүйерлерге жауап берген болатынмын. Осы жеңісімен Шавкат өзінің ақылды жауынгер екенін дәлелдеді. Енді Reddit платформасындағы халық не деп жатыр? Бұл пікірлерді бірнеше топтарға бөліп тастадым. Бірінші топ бұл Шавкаттың мықтылығын мақтағандар. Еркектің шешімдерге аллергиясы бар екен. MMA-дегі Triple G 18 жекпе-жек, 18 жеңіс, мынауың таза фрик қой. Түсіндірме? Фрик дегенде әртүрлі мағынада түсінуге болады. Алайда дәл осы жерде бір ісіне қатты ұмтылған, басқа нәрсеге ойын бұрмайтын ерекше адамдарды айтады. Бірақ мұны ресми жерлерде қолданбайды ау сірә. Ант етейін, мынандай да сәттер болды. Вандербой қолын артқа жіберген кезде Шавкат оны сабайды деп ойладым. Алайда Шавкат, жоқ, оның түрі сондай әдемі әрі сүйкімді. Одан да қылқындыра салайын, деді ау. Ол Геттардың ішіндегі Гетті болу жолында. 100% көрсеткіш. Ол MMA-дің Рашмор тауына Хабибпен бірге баруы мүмкін. Түсіндірме? Гетт дегеніміз қысқартылған GOAT, яғни Greatest of All Time деген сөздер. Аудармасында барлық уақытқа олу дегенді білдіреді. Ең үздігі, ең мықтысы деп те түсіндірсек болар. Ал Рашмор тауы дегеніміз ақш-тың 4 президенті бейнеленген тауы. Бұл кісінің айтып отқаны, егер Рашмор тауында MMA-дің ең биік тұлғалары тұрса, осылай болсын дегені. Оның көп жеңістері жиі жармаса да, мұндай статистика жайлы ести бермейміз. Бауыр шынымен де Вандербойды бөлшектеп тастады. Шавкат расымен де шебер әдіскер. Маған Вандербойдың жанкерлерінің ызаланып жатқаны күлкілі. Олар басқа не күтті? Ол оны ондай қатты ұра қоймады. Басқаларға қарағанда бұл жекпе-жекте Шавкат қатты дөрекілік танытпады. Вандербой бірінші раундтан кейін өзінің бұрышына барып, кеудесіндегі ауаны шығарып, «Қап, мына жігіт тым мықты» деп айтқан сияқты.
Екінші топқа келдік. Ол жоспарына тәнті болғандар. Менің көргендерімнің ішіндегі ең сабырлы мәреге жететін жауынгер ол Шавкат ау. Шавкаттың жекпе-жегі барынша пайдалы болды. Энергияның артық шығындалуын байқаса, ол жайдан жай жекпе-жекті қыздырмайды. Меніңше ол әр қадамын жоспарлайды. Ол жай ғана нәтиже үшін асықпай қадам басты. Меніңше бұл Шавкаттың ең мықты тұстары. Ол өте сабырлы. Халық жекпе-жектің кейбір сәттерін іш пыстырарлық деп санауы мүмкін. Бірақ оның жекпе-жектері бәрі жоспарлы жүреді. Шавкаттың дәл осы жеңісі менің ол жайында сенімділігімді арттырды. Оған дейін оған сұрақтарым көп еді. Әсіресе оның қорғануында. Яки егер оның алдында мықты шабуылдайтын жауынгер тұрса, қандай жоспар құру керектігін біледі екен. Вандербойға қарсы арақашықтықты осылай қысқартатын адамды әлі көрмеппін. Таңғажайып жекпе-жек. Төбелестен гөрі күрестен мүмкіндігі көбірек болғаны рас. Жекпе-жек ондай қызықты өтпегенін білем. Бірақ күрестен мүмкіндігін көп кезде тәуекелге барудың не керегі бар? Аз ғана сәттен кейін жекпе-жектің жоспары түсінікті болды. Тезірек Вандербойды тебуге деген мүмкіндігін айырып, жақынырақ ұстап алу. Бұл керемет болды. Ешқашан Вандербойдың қызғанын күтпе. Немесе ол Вандербойдың күшіне енуіне мүмкіндік бермеді. Вандербойды қылқындырған алғашқы адам. Ал адамдар мұны іш пыстырарлық дейді. Бұл жердегі оның күресі сұмдық болды. Шавкаттың қолынан бәрі келеді. Вандербойды жеңу үшін тек күресу керек. Ал ұратын болсаң, Супермен сияқты ұр. Үшінші топ бұл Стивен Томпсонның денсаулығын уайымдап, жанкүйер болғандар. Не болса да Вандербой қатты жарақат алмады. Шын айтсам, дәл осындай нәтиже біз армандайтындай нәтиже болды. Әйтпесе Шавкаттың Вандербойды әбден ұрып тастағанын көру маған қорқынышты. Ол әлі де жоғарғы деңгейлі шабуылшы. Оған палуандарды беруді тоқтатсын. Келесіде Вандербойдың жекпе-жекке шықпағанын қалай ма? Мен шамамен оның жеңілетін біліп тұрдым. Сұрағаным тек нокаут болмасыншы дедім. Дәл осындай нәтижеге қуаныштымын. Вандербойды әлі алда керемет жекпе-жектер күтіп тұр. Бірақ чемпиондыққа деген арманы өлді-ау. Мен оны уайымдаймын. Сонымен қатар Шавкаттың да қай деңгейге баратыны қызық болып тұр. Төртінші топ ол Стивеннің мықты палуанға қарсы төтеп бергеніне таң қалғандар. Бірінші қылқындыруға барған әрекеті әдемі болды. Вандербойдың одан шығып кеткеніне сене алар емеспін. Оның оң қолына жасаған қысымы және сол жерден қылқындырғаны тамаша болды. Бірақ Томпсонның содан шығып кеткені үшін оған құрмет айта аламыз. Барлығы ойлайтындай оның күреске деген икемі ондай жақсы емес. Сонда да Томпсон дивизионның ең үздік грэпплингшісін 2 раунд бойы ұстап тұрды. Томпсонның тейкдауннан қашып құтылғаны тамаша. Мұны шабуылға бейім жауынгерлердің бәрі меңгеріп алу керек секілді. Халық осындай қызықты пікірлер қалдырды. Қай пікір қызықты болды? Пікірге жаза кетіңіздер. Ал Вандербой жекпе-жектен кейін жарақат алыпты. Шавкаттың шынтағын байқаусыз теуіп қалғаны оның аяғын ісіртіп жіберіпті. Емделіп кетсін. Шавкат бауырымыз болса, UFC-де өз салмағында топ 3-ке кірді. Келесі жекпе-жекке чемпиондық белбеуге болуы мүмкін. Сіздермен бірге не бар, не жоқ арнасы. Лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Аман болыңыздар.